Жертва, спасатель, агрессор. Күннің рөлін атқарып жатқан сияқты сезіледі. Ама күліп қана шыдай беретін. Әйел адам үйде болу керек, ол бала туу керек. Прям жертва состояниесінде жүрген өздері түсінбейді. В тот момент муж хотел, чтобы я вот так. Ішінде манипуляция көп ұрыс-керіс. Қазір Алла тағала мен үшін агрессор емес. Сені біреу қорқытса ғана мотивация болады. Мен жақсы бала болсам, там мынау бүйтпейді. Ересек адамның ғибадаты ол бөлек. Я выбрала себя. Саламатсыздар ма барлықтарыңызға. Кербез леди блогына қош келдіңіздер. Бүгін біз подкаст форматында тағы да бір жоба жасайық деп шештік. Шын айтсам, бұл менің алғашқы жобам интервью форматында. И сол үшін кішкене қобалжып тұрмын, но все равно надеюсь, вам всем понравится. Осылай орысша, қазақша араластырып сөйлейтініміз бар, поэтому ренжімеңіздер. Бүгінгі қозғайын деген тақырыбымыз ол жертва, спасатель, агрессор, үшбұрышы, треугольник Карпмана деп айтайды. Сол үшбұрышта жүрген көптеген келіншектер, тұрмыстағы емес, неше түрлі адамдармен осындай қарым-қатынасқа түсетініміз белгілі. И қалай әйел бола тұра, ана бола тұра, келін бола тұра, осы треугольниктен қалай шығуға болады, немесе қалай адамдар түсіп кетеді, сол тақырыпты бүгін ашып сөйлесетін боламыз. Сол үшін осында айтары бар журналист ханым, блогер, 3 баланың анасы Нұрлия Ақберген ханымды шақырып отырмыз. Қош келдіңіз, Нұрлия ханым. Рахмет, қош көрдік. Осында сіздің алғашқы қонағыңыз болғаныма өте қуаныштымын. Классно. Енді тақырыпты сразу тақырыпқа көшсек, сіз өзіңіздің инстаграмыңызда әйел құл емес, әйел деген ол тұлға деген тақырыптарды көтеріп жүр екенсіз. Кім не десе о десін мейлі бізге, бақыт жайлы сұрап жүр ғой көбімізден. Бақыт деген айдан анық көрініп тұр, байқап қарағандарға көзімізден. Осы туралы кішкене айтып кетсеңіз. Енді қазіргі таңда, былай айтсам болады, 2-3 жыл болды біздің елімізде деймін, немесе қазақ әйелдерінде трансформация болып жатыр. Және де ол трансформацияны көп адам қабылдай алмай жатыр. Көп адамға бұл бір ерсі сияқты, немесе әлі көңіліне қонымсыз, былай айтқанда неудобно сияқты. Айткенмен қазақ қыздарын өзінде тарихына үңілетін болсақ, қазақ қыздары батыр, рухты, мықты болған. Оны біздің қазақ тарихымыздың өзі дәлелдеп береді. Ал біздің қазіргі қоғамымыздағы әйелдер күннің рөлін атқарып жатқан сияқты сезіледі кейде. Енді біреулерге ол нормально, кейбіреулерге ол енді ненормально. Бұл тарапта мен ешкімді сынап, немесе сен құлсың, күңсің деп бөліп жара алмаймын. Дегенмен әр әйел адам өзінің құндылығын нақты түсінген кезде ол күң емес екенін түсінеді. Ол рухты қазақтың жарқырап жүрген, маңдайы ашық қыз екенін түсінеді. Көкірегі ояу деп айтайық осы тұрғыда. Мен бұл былайша айтқанда посыл дейді ғой. Әйел адамның өзін сырт келбетімен ғана емес, ішкі жан дүниесімен жақсы көру керек екенін түсіндіргім келеді. Біз бұл өмірге келгеніміздегі басты мақсатымыз баланы босанып қана қойып, немесе үйдің тірлігімен ғана айналысу емес, немесе бір бытовухаға кіріп кету емес. Былайша айтқанда бізге қоғам түсіндірді деп айтайын. Әйел адам үйде болу керек, ол бала туу керек, одан кейін үйдің бүкіл ісін атқару керек. Балаға 100% жауапкершілік алу керек деп түсіндірді. Қоғам түсіндірді. Әйткенде мен өзімнің тәрбиеме келетін болса, мен әке-шешем ешқашан сен ертең келін боласың, біреудің үйіне барасың, ертең құда-құдағилар маған ренжіп жүрмесін деген маған Азорымызды шығарма деп. Ондай айтпаған екен. Негізі мен көп қыздардан естимін, маған сөйтіп айтып өсірді. Мен сол үшін де мен артық жасай алмаймын, немесе айта алмаймын ойымды, немесе мен істеуім керек. Болды. Істеуім керек, былай қалайыншы. Енді қазір көбіне установка деген сөз. Тренд тема, хит тема білмеймін, бірақ так есть, что біз оны аламыз да, болды, өмірлік бір кредомызға айналдырып жүреміз, бітті. Енді біреу әйелдерге ол ыңғайлы болса, енді ол пока это состояние, которое ей нравится. Это комфорт. Устраивает. Устраивает. Сол үшін осы состояниеде.
Ал бұл орайда мен Инстаграмына салған себебім, қаншалықты қыз бала бұл менің айтқым келгенін түсінеді екен. Қандай ахват болады екен, қанша қыз келіншектер маған кері байланыс береді екен, қаншалықты біздің қазақ қыздарының көзі ашық болып жатыр деген мақсатта салдым. Және де шын мәнінде көптеген әйел қазір көп нәрсені жақсы тұрғысынан түсінетін болып. Мен оған қуандым. Түсінікпен қарап жатыр. Иә, қарап жатыр. Керемет, супер. Сонда түсінгенім, сіз өзіңіз осы треугольниктің ішінде жүрген адамсыз, да? Негізі бәріміз жүрміз с разными людьми в разных позициях. Да, это такие есть. Қалай сіз осының ішінде жүргенін түсіндіңіз? Потому что көп әйел, мысалы, маған келеді ғой келіншектер, уже мыңдаған келіншектер жеке консультацияға келеді. Оның арасында, мысалы, келмейтіндер де бар. Ол, мысалы, бір чайда, бір қыздармен кездескенде, бір қонаққа барғанда кездесіп қаламыз ғой. Сол кезде, мысалы, маған айтады, мен де осы әйелдің құндылығы тақырыбын көтеріп жүрмін да, что вот жаңағыдай құл емес, әрқайсымыз бөлек бір тұлғамыз. Егер қызмет ететін болсақ, бұл біздің өзіміздің жеке қалауымыз и выборымыз болу керек деген сияқты, вот сол тақырыпты көтеріп жүрмін. И кейбір келіншектер бүйтеді, Салтанат, мен сенімен келіспеймін. Ол былай болу керек, сосын былай болу керек деп, и прям жертва состояниесінде жүрген өздері түсінбейді. Сырт көзден маған ол көрініп тұр, что оның қазір айтып жатқаны, ол өзі қалап айтып жатқан жоқ, жаңағыдай қоғамның құйып қойғаны, ата-анасын позорить етпеу, или шыдау керек, мен кімге керекпін, қайда барам деген сияқты жаңағы нелермен, сондай мотивациямен шыдап жүр. И еще біреу солай айтқанын шыдай алмай, маған да айтып жатыр да, сенікі қате, ол дұрыс емес, олай болмау керек, былай болу керек деген сияқты. И то есть көп адам ол жерде жүргенін білмейді басында. Одан кейін оны жаңағы сол треугольниктің ішінде жүргенін түсінген кезде уже басталады. Мен, оказывается, жертва екенмін, мен, оказывается, спасатель екенмін, мен тиран екенмін деген сияқты басталады. И распознавание дейді ғой, түсіну басталады. Одан кейін, например, ол жертва болса, агрессор рөліне өтіп кетеді. То есть ол ойлайды, мен қазір осылай шығып кетемін деп ойлайды. На самом деле ол тура осы треугольниктің ішінде ары қарай роль ауыстырып жүре береді. Сол бір қарым-қатынастың ішінде. И сосын уже реально шыққысы келген адам, ол уже вообще кәдімгідей терең. Вот не үшін осы треугольниктің ішінде жүрген түсіну үшін өзімен жұмыс жасайды, ол курс болсын, психолог болсын, немесе оған бір осознание дейді ғой, сондай бір осознание келеді, бір өмірлік бір жағдайда. И содан кейін барып, ол уже шынымен ол қарым-қатынастан шығып, уже басқаша здоровый дейді ғой, сондай қарым-қатынас құруға. Либо тырысады, либо полностью қарым-қатынасты үзеді. Сіз түсінген бойынша, значит, вы когда-то распознали, что вы ходили, да? Когда-то вы не знали, что вы были жертвой или там спасателем, тираном в этой категории, а потом вы распознали, а потом... То есть, как это происходит? Да. Жалпы, мен тұрмысқа шыққаннан кейін жұмыс жасадым, 6 айдай. Сол кезде мен бұл жағдай треугольникте болған жоқ едім. Себебі Бәлше айтқанда, менің ортам бар, өзімнің коллективім бар, күнделікті жұмысым бар, мен БТВХ-ға кірген жоқпын. Қалай мен декреттік демалысым басталды, менде бәлше айтқанда өмір бойы жұмыс істеп қалған, өзімнің энергиямды тек БТВХ-ға емес, тағы да сырттағы жұмыстарға өзімнің жақсы көретін сүйікті ісіме арнап үйренгенім мен үшін кішкене ауырлау болды. Одан кейін бірінші бала босанғаннан кейін бастап жаңағыдай менде мындай басталды. Негізі тұрмыстан кейін басталды, ақырындап, то, что я поняла, мен сол жертва рөлімде болғанымды білем. Жертва да болдым, спасатель де болдым, тиран да болдым. Бұл жерде мен тек жертва болдым деп отырамын, потому что бұл рөл шынымен ауысып тұрады. Кейде тиран боласың, мүмкін балаларыңа тиран боласың, немесе какой-то ситуацияларда тиран болып кетесің. Сосын спасатель боласың, аяйсың, жаның ашиды. Это у всех женщин, почти у казахских, деп айтайын, мы любим спасать. Прям даже подружек мы любим спасать. И менять их. Өзіміздің жаңағы ойымызда жоқ, сенікі дұрыс емес, жаңа айтып жатсыз ғой. Сенікі дұрыс емес, негізі осылай. Ну, былайша айтқанда мы спасаем внутри. Герой болғымыз келеді. Бұл нәрсені мен қатты түсінген уақытым декреттік менде 5 жыл уақыт өтіпті. 5 жыл мен 3 баланы босандым, 5 жыл бойы мен үйде болдым. Менде ешқандай көмекші болған жоқ. Өзім әке-шешем, анам арасында ғана
бірінші қызымды алып кетіп екіншісін босанатын кезде сондай бір көмектесті. Сестренкам, туған сіңлім көмектесті. Олар болмағанда я не знаю вообще как бы я сидела сейчас, потому что именно декреттік уақытта әйел адамға өте қатты көмек керек. Себебі ол оңай емес, бала босану, оны адамнан адам шығу деген нәрсені көбісі әлі де бір осыны просто барады да бір күнде босанып келетін сияқты жеңіл қарайды көп адам, әсіресе ер адамдар. Үлкен маңыздылық таныту керек деп ойлаймын. Әйелдің босану процесін, оның одан кейінгі уақытына үлкен мән беру керек деп ойлаймын да. Себебі ол әйел ғана емес, ол баланың кәдімгі психикасына влиять етеді. Сондағы сол моменттерде ұрыс-керіс көп болады. Но сондай ұрыс-керіс ішінде манипуляция көп ұрыс-керіс. Должна. Сен міндеттісің, сен бүйту керексің, сен и отырасың. Бүкіл жауапкершілік сенде сияқты. И думаю, что мен осы өмірге келдім. Сондағы менің үлкен миссиям бала босанып, туып, еще оған қарап, еще бүкіл үйді қамтамасыз етіп, 24 сағат үйде отырып, 24 сағат тамақ жасау маған өте қиын болды. Бірақ әйелге не қиын? Қиын емес. Біз айтамыз, біз ішкі маған қиын, қиналып жүрміз дейміз. Бірақ біз оны істеп жүре береміз. Біз ол жағынан өте мықтымыз. Біздің рухымызды сындыру әйел, қазақ әйелдеріне өте қиын. Мен оған былайша айтқанда, мен қазақ әйелдеріне басым дейім. Бірақ біз өзімізді ол тұрғыдан өте қатты бағаламайынша, біз өзімізді жеп сындырып тастауымыз мүмкін екен. Сол рөлдерде көп болдым. Сол үйде отырған кезімде кейіннен няня алдым, көмекші алдым. Үшінші бала босанғаннан кейін. Сол кезде бастап мен өзімді іздене бастадым. Себебі 5 жыл менің уақытым қалай өткенін түсінбеймін. Мәселен, мен журналистика саласында жүрдім, тіл маманы болдым, тележүргізуші болдым. Өзіме қараймын сырттан, мен уже сөйлеу мәнерім өзгеріп кеткен. Себебі 3 баламен кітап оқымақ түгілі отырып, өз-өзіңмен болудың өзі бір күшті бір әлем болатын. Деградация болған сияқты болды. Деградация болды. Кейіннен өзімді қолға алып кітап оқып бастадым, сыртқа көп шыға бастадым, өзіме уақыт бөле бастадым. Енді бұл орайда шын мәнінде маған Инстаграм өте жақсы көмектесті. Мен Инстаграмды 7-8 жыл болды жүргізіп келе жатырмын. 8 жылдан бері мен таниды жүргізем, өте активныймын. Қалай үйде отыра бастадым, мен іштегі нәрсемді Инстаграмға салатынмын. Себебі мен сүйіктісім телеарнада жұмыс істеу болған болса, мен оны былайша айтқанда Инстаграмға алмастырдым. Сол себепті де мен үлкен жұбанышым сол Инстаграм болды деп айтыламын. Және де сол кезеңнен бастап, көмекші алған кезінен бастап өзіме уақыт бөлдім. Инстаграмды жұмыс ретінде қарадым уже. Соның барлығы мені осы состояниеден шығаруға көмектесті деп ойлаймын. Себебі мен психологтарға да бардым, трансформациондық ойындарға да бардым. Бірақ бір конкретно психологқа барып, бір үлкен терапиядан өттім деп айтпаймын. Бірақ бір курс алдым, жертва болма деген. Жалпы осы треугольник Карпина туралы айтылады. Алдым, оқыдым, көрдім. Менің шыны керек, маған вот тогда я осознание пришло. Ауға дейін жүрегім айтады, негізі біздің жүрегіміз алдамайды, жүрегім әркез айтып тұратын. Нұрила, саған бұл қазіргі болып жатқан жайт ұнайды ма? Өз-өзіме сұрақ қоятын, ұнайды ма? Әрине ұнамайды. Неге онда осылай? Осылай сұрақтан сұрақ туындап өз-өзіме жауап беретінмін. Сол кезде енді бұл менің күйеуім ғой. Енді ел не дейді? Инстаграм не дейді? Уже тік-тік сұрақтар келеді, туысқандар не дейді, өзімнің әке-шешем не дейді, барлығын былай ойып аламыз ғой біз негізі. Ал өзімізді ұмытып кетеміз. Менде де бір сондай сәт болды, өте ауыр бір кезең болды. Сол курстан кейін мен уже түсіндім, оқыдым, одан кейін арай өзім оқыдым, іздендім. Мен сондай адам, бір тақырыбы ұнайды ма, мен оны түбіне дейін іздеп, Гуглды да ақтарып, кітабын да алып оқып, пока мен миыма керекті бүкіл информацияны алып, жаным тыныштанбайынша мен оқып тастаймын, ізденем. Содан кейін мен уже түсіндім. Мен әйелмін, мен бірінші адаммын, сосын әйелмін, сосын анамын. Мен осылай өзімді қойдым. Қанша жыл жарайды, жертва болған шығармын, бірақ жертва, тиран, агрессор болсам да, спасатель болсам да, сол кезеңім қазіргідей болуыма
үлкен ықпалын берді, әсер етті, өсірді дейсіз. өсірді. Біз андай көбінде өкініп кетеміз, мен сондай болдым деп. Өкініш те болады какой-то момент, но я сейчас понимаю, что это не зря, чтобы я вот такая стала. Этап болды дейсіз. Этап болды. Бұл этаптан өтуім керек болды, и мен өттім, шүкір. И я сейчас понимаю, что я не хочу никого спасать, не хочу никого манипулировать, тем более өзі манипуляцияда жүрген адамды манипулировать ету өте оңай, өте жаман нәрсе. Былайша айтқанда, сен оны білесің, біліп тұрып істесең, ол өте ауыр нәрсе. Конечно. Білмей істеп жүрген адамдар енді өте көп. Это нормально, потому что это жизнь. То, что үйреніп қалған, жаңағы адамның ауруы кетсе де, әдеті кетпейді, тура әдет сияқты бұл да бір. Только жұмыс деген нәрсе методтарды қолдана береміз ғой. Типа сол үшін манипуляция соның ішінде кіріп кетеді обязательно. Керек нәрсені солай добиваться етеміз манипуляция. Бірақ дегенмен айта алмаймын, мен 100% жырта емеспін, 100% тиран емеспін. Арасында болады балаларға бір тирандық бір қасиеттеріңді көрсетіп қоясың. Қай дедім деген сияқты ше. Былай я осознаю, что иногда это уже невозможно болып кеткен кезде қолданатын бір әдістер бар, ол балаларға қатысты. Былай өмірде қолданбауға вообще и не хочу. Потому что душа уже не желает этого. Хочется просто вот так общения, свободного, ешқандай маскасы, шынайы, любой, души с душой дейді, вот так. Классно. Нұрия ханым, мен сізді осыдан бірнеше жыл бұрын тюрбан тағу арқылы таныдым. Себебі мен сол кезде как раз сол өзім бір 3-4 жыл болған шығар осы тюрбанға келгеніме. Вот сол кездер тюрбан деп неше түрлі варианттар іздеп жүрген кезде, вот ваш блог был, он такой большой, красивый, и вы там такая красивая, күшті тюрбан тағып, әдемілеп тұрып көрсетіп атасыз. Орамалдарды тюрбан қылып орау туралы. Бірақ мен өзім не қалайтынды білдім, себебі маған кие салу оңай нәрсе керек, ол дайын нәрсе болды, поэтому мен сізге қанша қызықсам да, я понимаю, это не мое, но это было очень красиво. И вот сейчас вы тогда носили, да, тюрбан? Да. Киіп жүрдіңіз, да? Рахмет, біріншіден. Екіншіден, мен тюрбан 6 жылдай тақтым. Мен қазір осы тюрбанды шешіп тастадым деймін ба, немесе тюрбан тағып жүрем арасында. Бірақ осылай да жүрем. То, что мне вот реально комфортно. То, что душа желает деп айтайын. 6 жыл бойы тюрбан тақтым. Бірақ мен хиджаб таққан жоқпын. Толық болады, толық оранып, жаңағыдай ондай жасаған жоқпын. Себебі мен оған ішкі әлемім дайын болған жоқ. Санам дайын болған жоқ. Және де сол үшін де мен тюрбанды, орамалды әртүрлі қылып тағатын. Я люблю красиво одеваться, быть красивой, стильной, модной. И бүкіл киімім үйлесіп тұрғаны өте маған маңызды. Сол себепті де мен әр образға әртүрлі тюрбан қылып тағып, сол эксперименттер жасайтынмын. Және де это реально көп қыз-келіншектер қазір тағып жүр, я так рада. И қазір тоже менде әлі хит, уже 1 жылдан асты, то, что я тюрбанды арасында ғана тағам, инстаграмда әлі хит менде. Әлі комментарий жазады. Сен орамалыңды шештің да биттің, сен биттің да сөйттің дейді. Осыдан 3 жыл бұрынғы Нұрила анау хитке мен шыдамайтын едім. Мен жылайтын едім, білмеймін, маған ауыр болатын еді. Қазір маған жазыңыздар енді. Кемінде рахмет, сіздер маған ахват көтеріп жатсыздар деймін, болды. Баяғыда маған ол шынымен ауыр болды. Төтеп беру қиын болатын. Төтеп беру қиын болатын еді. Егер мен сол жертва состояниясында, жаңағыдай треугольникта болған кезімде деп ойлаймын. В тот момент маған просто мынандай болып көрінді, что сіз ана қазақтың келіншектері орамалды былай таға салады ғой артқа. Сіз примерно солай тағып жүр деп ойладым. Мен сізді прям оранған, жабы қыз деп өйтіп көрмедім. И вот вы просто так вот очень красиво все это делали, и я такая, о, какая классная девушка, красивая, и тюрбанчики классно, жаңа не қылады. Прям вдохновлялась, но мен өйтіп күнде өйтіп жаңағыдай сонша уақыт бөліп ол тюрбан байлайтын адам емеспін, өзімді білгендіктен, поэтому ол маған алыс тақырып болды, но я всегда восхищалась. Значит, это у вас жаңа көп адам оны діни деп ойлады, деп қабылдаған. Хотя мен оны қатты олай көрсетпеген сияқты болдым. Мүмкін сіз жаңа қазақтардың келіншектері сол просто артқа қарай орамал тағып жүрген. Орамалға мен былай айтатынмын да, егер сіз хиджабқа келе алмай жүрсеңіз, көп қыздар хиджабқа бірден келмейді ғой, бірден толыққанды орана алмайды. Оған да бір өзінің этабын өту керек шығар. Мен соның бір бастапқы этабы да, мен тіпті мастер-класстарда айтатын. Қыздар, бұны сіздер
діни тұрғыда мен осыны тақтым екен деп толық әуретім жабылып қалды деп ойламаңыздар. Себебі мен бұл тұрғысында мен даже ештеңе айта алмаймын. Себебі мен ұстаз емеспін. Мен бұл білім саласында мен оқыған емеспін. Мен тек кеңес ретінде айтып жатырмын. Бұл тек тюрбан. Келін сияқты тағып жүргенде, мысалы келін болып түсесіздер, былай таққан ұнамайды, немесе біреулерге жараспайды, а бұны әртүрлі қылып тағып, әр түрлі образдарыңызбен киіп жүре бересіздер. Ал мен ол кезде тек қана тюрбанды тағып жүретін, арасында шашым былай кішкене былай көрсетіп тағып тастадым, потом ол жайлап былай жабылды, потому что в тот момент муж хотел, чтобы я вот так прям вот это жауып прям таққанымда. И қыз-келіншектерге де соны түсіндіруге тырысатынмын. То, что это просто головной убор ретінде. Но сонда да уже аудитория солай қабылдап қалған. Себебі менің ортамда, менің құрбыларымның көбісі ортам бәрі хиджаб киеді, толық оранады. Мүмкін сол ортада жүргендіктен шығар деп кейін ойлаймын да қазір. И как вы себя сейчас чувствуете? Что вы тогда носили, сейчас не носите? Или как хейт бар, басқа бар в целом? Как вы себя чувствуете? Жақсы, легкость есть. Мен, когда я все осознала, прям мен всегда я хотела сказать мужу, что мен кейде тағып, кейде осылай теп-теңін жүргім келеді. Соны түсіндіргім келетін себебі шаштың өзіне бір әйел ретінде мен уход істей алмайтын, орамал тағып жүргеннен кейін жаңағы тюрбанды. Того нет возможности, потому что дети есть, еще тюрбан тағып аласың, еще киім бар. Былайша айтқан кезде сен шашын уход істейтіндей уақыт жоқ. Тек тюрбан тағып жүре бересің. Здесь сенің шашын страдает. Енді бұны басқалар басқаша ойлауы мүмкін, енді жаңағыдай Алла разылығы үшін тағуға болатын еді ғой, сонда жүре беруіңіз керек еді ғой деп. Ол дұрыс шығар, бірақ менің ішкі жан дүниемді түсініп білетіндей ол мен ғанамын ғой. Сол үшін в этом случае мне комфортно было вот так, и арасында келін болған жерлерге келін болып тағып, немесе сондай орталарға барғанда солай тағу маған более комфортно. И сейчас мне даже менің де қазір ортам өзгерген жоқ, сол құрбыларым кейде орталарға барған кезде я даже не осознаю, что я не в платке. Нормально отыра беремін. Барлығы орамалда, мен осылай отыра беремін. Привет. Құрбылар жалпы нормально қабылдады, иә? Сіздің араласатын ортаңыз нормально? Я нормально қабылдады. Или арасынан уже шығып кеткендер болды ма? Арасында ренжітіп те, жылатып та бір айтқан қыз болды. Сен дұрыс емес, сені азғарып жатыр деп. Мен деген айтып түсіндіре алмаймын ғой. Енді бұл менің жан дүнием ғой. Жоқ, сен азғырылып жатсың деп сөйтіп айтады. Енді бұл азғырылу емес. Мен Алла тағала осылайды жақсы көретін, мен түсінгеннен кейін мен спокойно шешіп тұрмын. Әйтпесе ондай түсінік келмегенде мен шеше алмайтын едім. Себебі мен үшін 5 жылда, сол 5 жыл жаңағы треугольникте болғанда, тіпті мен Алланы агрессорға кіргізіп жүргем. Мен үшін Алла он накажет, да? Я вот накажет. Мен түсінігім до того соған кетіп қалған ғой. Соңында сен только делаешь, потому что сен Алладан қорқасың. А не любя вот. А менде жаңағы треугольник арпаннан түсіндімден, ол кезде, тем более андай діни тұрғыдан менде көп нәрсе басқаша ілімдерді ала бастадым, оқи бастадым. Күшті бір Төребек Бекбаев деген кісі бар. Танитын шығар, сол кісінің семинарларына бардым. Мен неужели осылай дінді жеп-жеңіл әп-әдемі қылып түсіндіретін адам бар екен деп мен таңғалдым. Әйтпесе біз уағызды ашамыз да түңеріп кетеміз. Мен шынымен бар ғой. Қорқпайсың ба, ұялмайсың ба? Өткізіп жіберемін мен қазір. Шынымен айтамын, өткізіп жіберемін. Себебі түнертіп жібереді, қорқытып жібереді, қашырып жібереді. Білмеймін, енді ол менің мүмкін біреулерге сол бір не шығар, мотивация шығар, бірақ ол менің жан дүниеме мотивация емес екен. Мен нәзік әйелмін, мен сондай жаны, жүрегі, сезімтал жанмын. Маған жеткізетін нәрсені махаббатпен жеткізу керек екен. Маған ғана емес, бүкіл әйелге солай шығар деп ойлаймын. Мен қазір сол түсінемін, Алла тағаланың махаббаты шексіз екенін түсінемін. Ол менің жаңағыдай осы келбетім үшін мені жаңағыдай жазалап, мен күнәһар болып жаңағыдай мен ол түсініктен қазір, ол түсінік жоқ менде. Қазір Алла тағала мен үшін агрессор емес. Себебі сол треугольникті ұғып түсінгеннен кейін уже тіпті діннің өзі маған басқаша көрінді. Мына жерде кішкене діни манипуляция туралы кішкене түсіндіріп кетейін деп тұрмын. Көп адам, қалай десем екен, дінді
мына жерден есеймей андай кішкентай бала ретінде дінді қабылдап алады да, и солай вот как будто вот міне анау айтты солай, мынау айтты солай, мынау былай жазылған, мынау былай деген сияқты өздері тереңінен зерттемейді, бергі жағын ғана бір нәрселерді тек қана запреттерді ғана оқып алады. Потому что мысалы біздің бүйтіп айтайық, көптеген адамдарды тыңдасаң, дін ол тек қана запреттер сияқты. Киме, ішпе, жеме, бүйтпе, сөйтпе, жүрме, тұрма деген сияқты вот сондай тек қана запреттерді ғана айтады да. Мысалы, сосын бір кішкентай нәрселерге қырылып атамыз. Ойбай, сақалы бар ма, жоқ па, ойбай, шалбары келте ма, қысқа ма деген сияқты. Сондай негізі майда нәрселерден өзімізді жеп, непонятный, вот біртүрлі нәрселер жасап жатамыз негізі. Ал егер адам тұлға ретінде дамып, мысалы, көбірек оқыса, көбірек шынымен неше түрлі тақырыптарды зерттесе, белгілі бір салада шынымен мықты маман болса, менің ойымша кез келген салада любой адам дінді таба алады. Любой адам, кез келген психолог па, ол психологияда таба алады, биолог биологияда таба алады, фотограф фотографияда сурет салғанда неде таба алады деген сияқты өз ісінде таба алады. И көптеген адамдар былай ойлайды да, олардың ішінде, то есть есть такое понятие, как гомеостазное чувство деген нәрсе бар. То есть гомеостазное чувство біз кішкентай кезімізде ең көп сезген сезімдердің тізімі бар. И вот сол сезімдер біздің өмірімізде фоном жүреткен постоянно. То есть, например, кішкентай кезінде сен жиі қорықтың ба, сен осы кейін есейгенде де сол қорқыныш тақырыбында көп жүресің. Яғни сені біреу қорқытса ғана мотивация болады. Сен қорқуды қалап тұрасың, қорқатын адамдардың қасында жүресің, қорқынышты жерлерде жүресің, қорқынышты нәрселер жасап жатасың. И вот сол постоянно вот фоном даже, мысалы, вроде бы кажется, что сен жақсы нәрсе жасап жатсың, ақша тауып жатсың, бизнес жасап жатсың, бірақ бизнестің ішінде де анау қорқақтап жүреді. Ойбай, бірдеңені бүлдіріп қойсам, бірдеңені не то істеп қойсам, бүйтсем, сөйтсем деген сияқты. Так вот, көптеген адамдардың сол в основном осы қорқыныш сезімі, кінәлау, өзін кінәлай беру, мысалы, сен кінәлісің, сені туған кезде мен өліп қала жаздадым деген сияқты андай баланы кінә сезіміне сала беру. Сен сонда дұрыс оқымайсың, мен сен үшін нан тауып жатырмын, мен сен үшін әкеңнен кетпей жүрмін, мен сен үшін семья сақтап жатырмын. Сен неге сонда, допустим, дұрыс сабақ оқымайсың? Причем тут это, да, например, что мамасы папасымен ажыраспай ұрысып жүр күнде, бала сол үшін соның құрметіне сабақ оқу керек деген сияқты. Осындай бір-біріне қатысы жоқ нәрселерді біз тең қойып қоямыз да, ортасына равно деп қойып қоямыз да. И содан кейін соған сеніп жүреміз. То есть мен жақсы сабақ оқысам, ата-анам ажыраспайды. Или мен жақсы бала болсам, там мынау битпейді. Или олардың мамамның аяқ ауыр жүргеніне мен кінәлімін деген сияқты бала өзіне не в тему мынандай теңдіктерді қойып қояды да көп жерде. И бізде в основном басқа елдің, мысалы, сол жаңағы діни болсын уағыздарын тыңдасаң, ол жерде басқаша. Бірақ бізде қазақтардың діни уағыздарын тыңдасаң, ұялмайсың ба, қорықпайсың ба, кінәлі емессің ба, сен долженсің деген сияқты вот сондай бір андай бізге жақын сезімдермен түсіндіреді ол дінді ше. И в основном біз сол ауырлық арқылы білеміз дінді. Дін, оказывается, это запрет. Дін, оказывается, это ол мен қаламасам да мынаны істеуім керек. Мен міндетті түрде мен жек көрсем де оны жасауым керек деген сияқты өзімізді қинау деп ойлаймыз. Алайда негізі ең база дейді ғой, қиындатпау, жеңілдету дейді ғой. Любой, мысалы, бізде ол дінде де айтылып кеткен. Біз жеңілдетудің орнына өзіміз қиын жолды тауып, қиындатып, өзіміздің өмірімізді қиындатып, қиын нәрселерге сеніп жүреміз да. Типа біз тек қиналсақ қана, жаман нәрсе болса ғана, мен заслужить етсем ғана деген сияқты вот солай жүреміз. И сол үшін бізге де типа сол тақырып өтімді сияқты. Как будто бізді қорқытса, ертең жаһанам болады деп қорқытса, ойбай деп барып қорқып жасаймыз. Ертең сен сұраласың, ұялмайсың ба деген нәрсе болса ұялып жасаймыз. Ал негізі ересек адамның ғибадаты ол бөлек, ол өзінің қалауы. Мысалы, негізі хиджаб деген ол бөлек ғибадат, намаз деген бөлек ғибадат, қажылық деген бөлек ғибадат, ораза деген бөлек ғибадат. Әр ғибадатты біз жасаған сайын бұл біздің қалауымызбен Аллаға жақындауымыз болады. Так вот, жаңағы, егер сіздің состояниеңізге келетін болсақ, вот вы осознали, что вы жертва, как дальше пошло? Арары не болды? Ең бірінші сол орамалым шешілді. Бірақ оған дейін мен дайындалдым. Қалай не істесем екен.
қалай мен Инстаграм қабылдайды екенін бәрін ойладым. Бірақ енді ең бастысы ол мен ішкі состоянием. Я не хотела себя обманывать и других. Я хочу быть естественной. Какая есть, и такая есть. И және де это по-любому транслируется даже через Инстаграм, через сторис. Адамның состояниесі, ішкі энергетикасын өзі білініп тұрады, сезетін адамдарға. Сонда ол нәрсеге мен бірден келген жоқпын. Ақырындап жаңағыдай бандана тағып сөйтіп жүрдім. Ол кездің өзінде діни манипуляциялар болды. Сен Құдайдан қорықпайсың ба деген сияқты. Сол кезде айтамын, Құдайдан қорқатын адамдар айтса, Құдайды жақсы көретіндер адам айтса маған, мен ойланатын едім. Когда Құдайдан қорықпайтын адамдар осындай нәрсе айтып жатыр маған, жоқ. Себебі Құдай, Алла тағала, ол менің жүрегімді көріп тұр. Менің қазіргі өтетін этабымды көріп тұр. И я знаю, что бы ни было, все это к лучшему будет. Сөйтіп айттым, енді көп адамға, бірақ көбісі шын мәнінде түсінікпен қарады. Себебі шын мәнінде нағыз мұсылман, нағыз жанашыр, нағыз сен жақсы көретін адам шынымен ондай сәтте жаңағыдай қолдау көрсетеді. Ішкі состояниемді ақырындап сол оқып, білім алып, өзіме уақыт бөліп, өзімен өзім болып, свидание с собой дейді, қазір сондай тренд болып жатыр ғой қыздар арасында. Мен сол кезде өзіме свидание с собой болып саттым менде көп. Жалғыз жүріп, былайша айтқан кезде көп нәрсеге бір ойлар, бәрі бір қанша жылдар бойы шашыраған ойларым, бәрі бір жиналғандай болды, пазлдар өз орнына келгендей болды. И в тот момент уже мен ешкім райымнан қайтара алмайды. Себебі мен шешілдім, шешім қабылдадым, я выбрала себя. А не то, что общество айтады, жолдасым бүйтіп айтады, балаларым былай болады, туысқандар былай болады емес. Ол өте маңызды екен әйел үшін. Біз көбінде, көп әйелдер ауырады, балалары көп ауырады. Оның барлығы әрине қазір мен түсінемін, біздің ішкі жан дүниемізде болып жатқан нәрседен кейін біз ауырып қаламыз көп. Көп адамдар жаңағыдай ренжіп соңы раққа кетіп жатады. Енді сол реніштердің алдын алу, ол бірінші өзіңге ренжімеу керек та. Біз өзімізге ренжіміз, өзімізге көп критика айтамыз, өзімізді кінәлаймыз, өзімізді жейміз, самоедство мы занимаемся. Вот это самое худшее для женщины. Когда вот это понимаешь, что бұның бәрі керек емес, бұл өмірді біз рухани кемелдену үшін келдік. Рухани дамуымыз керек, рухани толығуымыз керек. Және де біздің баламызға біздің состояниямыз мұра болып қалмайды, руханиятымыз мұра болып қалатын, біздің мышлениямыздың мұра болып қалатын түсінген кезде ана состояние керек емес болады екен. Мен осылай былайша айтқанда через осознание, да? Через осознание. Не то, что вот тек сырт келбетімді жақсы көреміз. Мен сырт келбетімді жақсы көретім, соған Инстаграмға көп көңіл бөліп айтатын, мынандай уходовый средстволармен бөлісетін. Бірақ мен ішкі жан дүниемді в какой-то момент қалдырып қойған екем. Өзімді сыртымды жақсы көргенмен ішімді жақсы көрмей, өзімді кінәлап, жаңағыдай мен осындай кезде кінәлі болып қалдым. Көбінде жертвенность өзіміз кінәлай береміз, сол кінәлай бергем, сөйтіп идеальный болуға тырыса бергем, идеальная мать, идеальная хозяйка, жағу үшін. Бірақ өзіңе жағуды ойламағасың, ішкі жан дүниені реттеуді. Сөйтіп ішкі жан дүнием реттелгенде бүкіл әлемдегі болып жатқан әңгіме де керек емес. Себебі ішкі жаның жай рақат, тынышталады. Өзіңді тек сыртта емес, іште де жақсы көре бастайсың, қабылдай бастайсың. Вот сол кезде қараңыз, сырттан келген агрессия, мысалы хейт, это агрессорлар ғой қазір, грубо говоря. Там басқа адамдардың бүйтіп қарсы келгені, или там енді былай жасамайын десе, қалай ол сонда деп, мысалы бұрынғыдай болған қалаған адамдар. Вот как воспринимается из вот этого состояния, вот этого давления, манипуляции и агрессии? Уже біліп тұрам, енді ол сондай адам, ол қазір осы состояниеде жүр. Это у него такой этап, или у нее такой этап. Уже спокойно, да? То есть жертвадағыдай өзіңді кінәға кіргізбейсің. Ол сол өту керек болып тұр. Ол қанша уақыт өтетінін білмеймін. Это өзінің жеке өмірі. Мен оның жеке өміріне қол сұғып, жоқ, сен негізі жертвасың, жоқ, сен негізі спасатель болып тұрсың деп айтпаймын. Это потому что она не поймет этого. Да.
просто адам өзі келу керек оған, келу керек екен оғанда. Тоже басында андай айтып жатсыз ғой бағанада, бұл гормондар үйреніп қалған, ол қалап тұрады иногда, ойнайсың качели ақсап, және де оны өзің контроль жасай алмасаң, былайша айтқанда нәпсіңе ие бола алмасаң, қайта сол ойынға кіріп, қайтадан бір энергияңның кәдімгі үлкен несі кетіп қалады. Энергияң сөніп қалады. Себебі бұл нәрсе кәдімгі адамды іштей сөніретін нәрсе. Мен түсінгенім, іштей адам сөну үшін бұл ойынды ұзақ ойнай берсең, әйтеуір сөнесің. Қараймын да, қаншама әйелдер осылай өмір сүріп жатыр. И соңғы мен бақытты фильміне барған кезде статистиканы көрдім. Соңында жазылып шықты кинотеатр кино біткеннен кейін. Жылына 400 әйел адам өзінің күйеуінің ұрғанынан өледі екен. Это еще официально, әлі жартысы, скорее всего, жасырылғанда шығар. Да, я такая, у меня мурашки пошли тогда, вот, знаете, о май гад, это же ужас. Еще біз қазақпыз деп көкірегімізді кереміз. Мен қазақ жігітімін деп, қазақтың рухы ояну керек, біз деген батырлардың, бабаларымыздың ұрпағымыз деп айтамыз да. Ну, я была вообще в шоке. Еще бұл айтылмайды. Неге? Мүмкін мен қазір толыққанды айтуға дайын емес шығармын. Какой-то момент болады, бұны бөлісіп, мүмкін көтеретін тақырыптарды көтеру керек кезде, тереңінен айтылу керек кезде айтатын шығармын деп ойлаймын. Согласна, физическое насилие вообще нельзя терпеть. Мысалы, егер де тіпті даже физическое былай тұрсын, негізі одан бөлек эмоциональное насилие деген бар ғой. То есть оның өзі негізі өте-өте ауыр нәрсе. То есть мысалы, көптеген маған жаңа қыздар келеді ғой, бетет, ой, керемет, мама папам ешқашан ұрыспаған, ешқашан бір-біріне қол көтермеген, сондай керемет семьямын дейді. Бірақ мысалы кейін бүйтіп қазбалап ашып қараған кезде папам мамамды все время унижать ететін, оған жаман сөздер айтатын, боқтайтын, одан кейін мама күліп қана шыдай беретін дейді. То есть ол папаның әзілі болатын, сондай жесткий деген сияқты. И біз солай қабылдаймыз, типа балаларды сол норма деп балалардың миына құйып қойған деген сияқты. И потом мысалы, вот көптеген қыздар жүреді, что күйеу оларды сыйламайды, или көп нәрсені норма қылып көрсетеді, мысалы, изменаны норма деп көрсетеді, немесе жаңағыдай боқтап сөйлеуді норма деп көрсетеді, ұрса беруді, бір нәрсені естімей, соны қайта-қайта соның төңірегінде ұрса беруді норма деп көрсетеді. То есть негізі біз норма емес нәрсені норма деп қабылдап алған халықпыз. Бізде хотя бы ұрмайды ғой деп айтамын. Ішпейді ғой, жұмыс істейді ғой. Ақша тауып отырған саған не керек? Саған басқа не керек деген сияқты. Не жетпей жатыр сен қатынға. То есть уже уровень сознания на каком, да, в каком состоянии. И мы сейчас, пока біз осыны көтергеніміз, біреуге, скорее всего, андай болып қалатын шығар. Ой, қайттан на әңгіме, сол баяғы әңгіме деп, ол ештеңе өзгермейді деп қарау мүмкін, да. Бірақ, с другой стороны, может, для кого-то это бір мотивация болатын шығар, может, для кого-то бір не болатын шығар, көмек болатын шығар, рухани қиналып жүрген адамдарға. Негізі оянатын бір себеп болатын. Қазір әйелдер өзгеріп жатыр. То, что әйелдер көп адам өзгеріп жатыр. И это хорошо. Я рада, что сейчас мир меняется к лучшему. Да. Осознание келіп, доброта, вот это мейірім, адамның бойындағы түсінікпен қарау, барлық нәрсеге жаңағыдай кіріп кете беріп, біреудің өміріне араласу емес, с уважительно. Қазір адамдар сол нәрсеге келіп жатыр. Мен қуанамын. Нұрила ханым, сіздің келгеніңіз үшін көп рахмет. Өте-өте қызықты, маңызды тақырыптар көтерілді деп ойлаймын. Сізге шығармашылық табыс тілеймін. Және барлық нәрсе ойыңыздағыдай бола берсін. Это пайғамбарымыздың мешіттің иісі. Жаңағы рауда деп айтады. Соның иісі, ароматизатор для дома. Көрсетсем бола ма? Да. То есть можете им опрыскивать все вокруг.
Вот, Рахмет. большая благодарность. Құрметті оқырмандар, егер бұл тақырып сіздерге қызықты болса, өзіңіздің пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Және де лайк, репост, пікір қалдырғандардың арасынан, осы үшеуін бірден істеген адамдардың арасынан біз 3 адамды таңдап, соларға өзімнің фундамент курсымды сыйлыққа беретін боламын. Жду от вас ваши комментарии и поддержку. Барлықтарыңызға рахмет. Пока-пока.